Сәлем достар, сіздермен бірге қайта қауышқан мен Мисайжан Кизет. Бүгінгі видеомыз менімен бірге жинал деп аталады. Менің осы рюкзагымды бүгін жолға бірге жинайтын боламыз. Бұл видеоны бастамас бұрын менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен сіздерді күтетін боламын. Және де осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге осындай видеолар қызық екенін білетін боламын. Және де инстаграмға тіркеліп кетіңіздер. Ал ендеше көп созбай бастайық. Мен жолға осы бір рюкзагымды жинайтын боламын. Барлықтарыңызға таныс болу керек. Менің мектепке влогтарымды көріп жүрсеңіздер, мен бұның мектепке ұстайтын рюкзагым негізі. Бірақ өзіме өте қатты ұнайды, сондықтан мен оны барлық жерге ұстай беремін. Әрі бұл рюкзактың ішіне көп зат сыяды. Ендеше бұл рюкзакты толтыруды бастайық. Мына жерде стол тұр, және де столдың үстінде мен осы дайындап қойған киімдерім, және де рюкзагым тұр. Артқы фон сондықтан сіздерге кедергі келтірмей ақ қойсын, сол менің киімдерім. Ең алдымен мен киімдерден бастаймын, және де ең алғаш қолыма түсіп тұрған ол осы бір көйлек. Мен оны үйге киетін боламын, себебі ол өте жеңіл және де ыңғайлы. Келесі менің қолыма түсіп тұрған ол осындай ақ түсті джинсы, ол осындай высокий посадкада, яғни завышенный талиядан. Осындай әппақ джинсы. Арнайы жазға киюге арналған, өте жеңіл және де өзіме өте қатты ұнайды. Айтпақшы, мен сіздерге айтуға ұмытып кеттім, мен бұйырса Нұр-Сұлтан қаласына баратын боламын. Ол жақта өте көп болатындықтан кішкене көптеу киім алу мүмкінмін. Мен алдын ала ауа райын қарап алдым, ол біз баратын кезде өте салқын болады, сондықтан өзімен қалың киімдерді көбірек аламын. Келесі айтқанымдай қалың киімдерді көбірек аламын демекші, мен осы кофтамды алатын боламын. Не ол осындай. Ол қалың, сондықтан салқын күндері таптырмас киім. Ал келесі менің қолыма түскен ол джинсовый юбка. Бұл джинсовый юбка маған өте қатты ұнайды. Айтпақшы, бұл джинсовый юбкамен менде инстаграмымда бір видео бар, лук түсірдім. Инстаграмға тіркеліп кетіңіздер, сояқтан осы видеоны көрсеңіз болады. Осы юбкамен қыздарға әсіресе күшті болып, пайдалы болып шықты. Келесі менде ол осындай джинсы. Бұл да завышенный талияда. Бұл менің ең сүйікті джинсым, сондықтан да мен оны аламын. Келесі менде ол осындай ақ түсті футболка. Бұл ақшыл қызғылт сондай, өте әдемі. Ол дүние кішкене жабысып тұрады, бірақ өзіме өте қатты ұнайды. Жеңіл әдемі футболка, соны да алатын боламын. Келесі мен осындай қара түсті футболкамды аламын. Оны кез келген киіммен кие беруге болады, себебі ол кез келген киіммен жараса береді. Сондықтан да оны аламын. Мен көп күнге баратын болғандықтан кішкене көптеу киім алып жатқан шығармын. Бірақ дегенмен де көп күн болатындықтан олардың барлығы маған керек болады. Келесі алатыным осы бір топик десем де болады, немесе футболка, блузка жеңіл белбеуімен. Сонда өзімен бірге алатын боламын. Келесі менде сүйікті футболкам ол міне. Бұл жерде High Rise London деген жазумен. Астында осындай баулары бар. Қара түсті екі жағынан салбырап тұратын. Өзіме өте қатты ұнайды. Ол кішкене кроп-топ, яғни кішкене қысқартылған футболка. Сұр түсті жүрегімен менің сүйікті футболкамның бірі. Ол айтпақшы, бұл футболканы ақ түсті джинсымен киген өте әдемі. Киімдерден бітірдік. Ал енді заттарға көшейік. Мен өзімен бірге джинсылар алғандықтан, мен әрине ремендерді аламын. Міне осындай қара түсті ремень. Ең қарапайым ремень, оны осылай орап жинап аламын. Міне осылай жинап қойдым да, және осындай резинка тақып қойдым. Келесі тағы да ремень, бірақ бұл жолы ақ түсті, осындай кішкене қалыңдау ремень. Мен ремендерді таққан атамын, себебі менің ойымша ол кез келген джинсыға, юбкаға сән беріп тұрады. Егер де ол әдемі ремендер болса. Менде осындай штатив қызыл түсті. Менің видеомдан көрген болатын шығарсыздар фан-встречадан. Мен осыны аламын да Нұр-Сұлтан қаласынан сіздерге влог түсіремін, немесе басқа да видеолар түсірсем, осы штативпен қолданатын боламын. Келесі осындай массажка. Енді әрине мен өзіме әртүрлі шаш үлгілерді жасайтындықтан өзімнің тарағымды алып жүретін боламын. Келесі мен алатын затым ол менде осындай пенал. Бұл пенал емес. Мен үшін бұл қазір косметичка, яғни оның ішінде барлық керек заттарым тұрады. Сіздерге жақындатып көрсетейін. Міне осындай пенал. Бұны да сабақта ұстап жүргем негізі.
Ішінде менде осындай тинт тұр. Бұл Тони Моллидің тинті. Оны әрине ерінге жағатын боламын. Мен осындай тинт, бальзам, блесктарды өте қатты жақсы көремін, сондықтан міне. Кейіннен ішінде тұрған менде ол осындай ерінге арналған қарындаш. Бұл 12-ші оттенкте. Және тағы да 27-ші оттенктегі осындай қарындаш ерінге арналған. Және де осындай блеск. Бұл блескті мен видеоларында көрген болатын шығарсыздар. Және ең соңғысы ол менде осындай бальзам для губ. Ішінде келесі менде ол осындай пенка для умывания. Корейский фирманың пенкасы. Яғни бетті тазартатын пенка. Арнайы осындай жолдарда тасуға арналған. Және де сыртында авокадо деп тұр. Яғни білмеймін, авокадоның иісімен шығар. Оны мен әлі қолданып көрген жоқпын, себебі оның сыртында осындай защитный пленкасы тұр. Мен жолда тасыған кезде төгіліп кетпейтін болады. Ішінде менде кілең аксессуарлар қалды. Ол осындай заколка, яғни мынаған ұқсас. Осындай заколка. Барлықтарыңызға таныш шығар, бұл тренд хитке айналған заколка. Осыны аламын. Және қара түсті резинка. Мен тағы да осындай 2 резинканы аламын, бірақ жолға барарда шашымды көріп аламын, сондықтан олар өзімен бірге жүреді. Келесі ол осындай 2 шпилька және кішкентай қара заколка. Ал аксессуарларға келетін болсақ, менде осындай браслетім тұр, менің сұр түсті, өзіме өте қатты ұнайды. Және де айтпақшы, мен осындай өзімнің цепочкамды алатын боламын, немесе цепочка. Менің туған күніме берілген сыйлықтар видеосын көрсеңіздер, маған құрбым осындай туған күніме берген болатын. Маған өте қатты ұнайды. Мен өзімен бірге алатын заттарымызды жинадық. Мен әлі де сенімсізбін, мен кейбір заттарды тастап, кейбір заттарды алуы мүмкінмін. Қазір есіме түспеген киімдер немесе заттар кейіннен есіме түсуі мүмкін. Бірақ әрине де тіс щеткасы және де зарядка, оларды кейіннен ең соңғы болып саламын. Аяқ киімді де дәл солай. Ал әзірге осы киімдер. Және де мен өзімен бірге осы көйлегімді алуы мүмкінмін. Сіздерге осы видео ұнаса лайк басып, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің каналымда видеолар жиі шығып тұрады, және де олардың көпшілігі өте қызықты, тіпті бәрі өте қызықты. Сондықтан лайк басуды ұмытпаңыздар. Менің инстаграмыма тіркеліңіздер, бар қызық сонда. Мен ол жақта әртүрлі шаш үлгілерін көрсетемін, луктарымды көрсетемін, және де история салып отыратын боламын. Осы менің демалысымнан, сондықтан тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен бірге болған мен Месайжан KZ. Осындай видеолар көп шықсын десеңіздер, осы видеодан 9000 лайк жинап көрейікші. Көріскенше. Пока!